Өңірді өркендету ортақ міндет. Әлеуметтің әлеуетінің артуы үшін атқарушы билік аттан түспек емес. Жыл басынан бері Жамбыл облысының әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішінде оң динамика қалыптасты. Біздің аймақ республикада алдыңғы бестіктің қатарында. Бұл әлбетте тынымсыз тірліктің, бірлескен жұмыстың жемісі. Жалпы бір жылдың бедерінде жамбылдықтардың жағдайын жақсарту бағытында бірлігі мен тірлігі жарасқан киелі Әулиеата өңірінде көптеген шаруалар атқарылды, аймақтың ақ үйінде түрлі келіссөздер жасалды. Жергілікті жұртшылықтың жақсы өмір сүруіне жағдай жасау билік басындағылардың басты міндеті. Бұл ретте сан саланың үздіксіз дамуы үшін тиісті жұмыстар атқарылуы шарт. Жыл басынан бері біздің өңірдің өзге аймақтармен барыс-келіс, алыс-беріс артты. Өңірлермен ғана емес, әулиеталықтармен ынтымақтасуға еуропалық елдер де мүдделі. Жыл ішінде Ресей Федерациясының Алматыдағы бас консулы, Литва Республикасының бас консулы, Тәжікстан Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы, Польша Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы біздің өңірге арнайы келді. Тараптар екі жақты ынтымақтастыққа қатысты бірқатар мәселелерді талқылады. Кездесуде сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі дамыту жайы қозғалды. Облыс әкімі Нұржан Нұржігітов бастаған Жамбыл облысының делегациясы жұмыс сапарымен Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласына барды. Ленинград облысының губернаторы Александр Дрозденкомен кездесуде аймақ басшысы екі ел ғана емес, өңірлер арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықтың кеңейе түсетініне сенім білдірді. Кездесу қорытындысы бойынша сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және әлеуметтік-гуманитарлық салалар бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Өзара тығыз іс-қимылды жолға қою шеңберінде алыс және жақын шетелдік делегациялар мен іскерлік кездесулер өз нәтижесін беруде. Ағымдағы жылы облысқа тікелей инвестициялардың жалпы ағыны 30 миллион ақш долларын құрады. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 3 есеге артық. Облысқа инвестицияның жаңа толқынын тарту мақсатында облыс әкімінің бастамасымен апта сайын инвестициялық штаб отырысы тұрақты түрде өткізіледі. Бүгінгі таңда облыс әкімімен өткен 23 инвестициялық штаб отырысында құны 1,6 триллион теңгені құрайды. 55 инвест жобаның өзекті мәселелері қаралып, шешімін тапқанға дейін тұрақты бақылауға алынды. Иран, Ислам Республикасы, Литва, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркия мен Франциядан, Үндістаннан, Оңтүстік Корея және өзге де елдерден келген кәсіпкерлермен іскерлік кездесулер өтті. Бүгінгі күні осы республикалардың бірқатарына жергілікті өндірістік компаниялардың тауарлары экспортталады. Ағымдағы жылы құны 116 миллиард теңгені құрайтын 15 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 1095 жаңа жұмыс орны ашылды. Балалар жылы аясында аймақта атқарылып жатқан шаруалар аз емес. Шаһарда жыл басында облыс әкімдігінің және жеке кәсіпкердің қолдауымен аутизммен ауыратын балаларға арналған Қазақстандағы 10-шы бейімді орталық ашылды. 150 орындық Асыл Мирас аутизм орталығына балаларды қабылдау психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациясы қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Бүгінгі күні аталған орталыққа аутистік спектрі бұзылысы бар 301 бала тіркеліп, оның 218-і аптасына 3 рет сабақ кестесіне сәйкес 60 минуттан түзету көмектерін алады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға оңтайлы қызмет көрсету бағытында 5 қызметтік автокөлік табысталды. Әлеуметтік ахуал жақсарған сайын балалар үйі тәрбиеленушілерінің саны азайып келеді. Дегенмен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балақайлар әлі де бар. Оларға барынша қолдау көрсетіп, қоғамның толыққанды мүшесі атанып, еліне адал қызмет ететін азамат болып өсуіне, өмірден өз орнын табуына жәрдемдесу азаматтық парыз. Киелі Әулиеата өңірі мейірімділік мекені де. Аймақта жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мейірім жобасы іске асырылуда. Облыстағы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 4 мекемедегі 137 балаға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында облыстағы 96 мекеме мен жауапты тұлғалар бекітілген. Бұл азаматтар балалардың қанаты қатайып, үлкен өмірге қосылғанынша есеп шоттарына қаржы құйып, өзге де мәселелер бойынша қолдау көрсетеді. Бүгінгі күні мейірім жобасы аясында 1331 баланың отбасы банкінде ашылған шоттарына бекітілген мемлекеттік мекемелер мен ірі кәсіпорындар 51 миллион 500 мың теңгеден астам қаражат аударды. Жиналған қаржыны бала кәмелет жасқа толғаннан кейін ғана алып, өмірлік қажеттілігіне жұмсайды.
Асар жобасы қолға алынған 3 жылдың көлемінде 300-ге тарта отбасы баспаналы болды. Бұл дегеніңіз 2 ауыл. Ең алдымен бұл игі істің әлеуметтік осал топтағы көп балалы отбасылар мен мұқтаж жандарға қол ұшын созу арқылы тек қана материалдық бөлік емес, маңызды терең рухани мағынасы бар жоба екенін көрсетті. Түпкі мақсаты қоғамды жанашырлық пен бірлікке жұмылдырып, өскелең ұрпаққа үлгі өнеге көрсету. Биыл жоба аясында 100 үйдің кілті табысталды. Өңірдегі тағы бір игі жобаның бірі Әулиеата жастары 2021-2025 жылдарға арналған бағдарлама шеңберінде 619 өтінім қабылданып, 67 қатысушыға отбасы банкіне жолдама берілді. Бүгінгі күні 33 қатысушының өтінімі мақұлданып, олардың 25-і баспаналы болды. Мәдениет пен руханият саласында да көптеген шаруалар атқарылды. Алыптарымызды ардақтап, тұлғаларымызды түгендеу бүгінгі ұрпақтың парызы. Өңірде осы орайда аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдығы аталып өтті. Даңқты ұлт тұлғасының еңселі ескерткіш ашылды. Журналист, қарымды қаламгер Арғынбай Бекбосынның 85 жылдығы, найзағай намысты тұлға, ақиқаттың алдаспаны Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтті. Іргелі оқу ордасына ұлт тұлғасының есімі беріліп, Шерағаның еңселі ескерткіші бой көтерді. Қазақстанның еңбек ері, халық жазушысы және Қырғызстанның халық ақыны Мұхтар Шахановтың 80 жас мерейтойы кең көлемде аталып өтті. Ел ағасы жамбылдықтарға ақ батасын беріп, мерейтой иесіне лайықты құрмет көрсетілді. 80 жасқа келген мерейтой иесі қазақтың тұлғасы Мұхтар ағамызға жамбыл жұртынан атынан. Облыс әкімі елдің ықыласымен шапан жабуда. Қазақ киносының корифейі, халық әртісі Асан Әлі Әшімовтің 85 жасы тойланды. Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бақытжан Ертаевтың 70 жас мерейтойына арналған конференция өтті. Әйгілі композитор, музыкатанушы, Қазақстанның еңбек ері, Қырғыз елінің еңбек сіңірген қайраткері Илья Жақановтың шығармашылық кеш өтті. Қазақ өнерін зерделеген тұлғаға қазақи дәстүрмен шапан жабылып, сый құрмет жасалды. Ауқымды саланың бірі медицина саласында да ілкімді істер атқарылды. Биыл облыста 22,9 миллиард теңгеге 26 нысанның құрылысы жүргізілуде. Оның 20-сы ел игілігіне берілді. Қазіргі таңда медициналық техникамен жабдықталу деңгейі аймақта 90%-ға жуықтады. Облыс спортшылары жылды табысты аяқтап отыр. Биыл республикалық және халықаралық додаларда 1488 медаль жамбылдық жампоздардың қоржынына түсті. 8 спортшы Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген спорт шебері, 8 спортшы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, тағы 22 спортшымыз Қазақстан Республикасының спорт шебері нормативін орындады. Өңір халқын таза ауыз сумен, көгілдір отынмен қамту жұмыстары үздіксіз жалғасуда. Бұл ретте Жамбыл облысы осы бағыттағы жұмыстарды орындау тұрғысынан республикада алдыңғы қатарда. Ағымдағы жылы 18 газдандыру нысанының құрылысына 12 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Нәтижесінде жыл қорытындысымен 274 елді мекен немесе облыс халқының 89,5% табиғи газбен қамтылды. Бұдан бөлек 2022 жылы 49 сумен жабдықтау нысанының құрылысы жүргізілуде. Осылайша қалалардағы орталықтандырылған ауыз сумен қамту 92%-ға, ауылдық елді мекендердегі көрсеткіш 92,7%-ды құрайтын болады. Жергілікті маңызы бар автожолдар, әсіресе ауылішілік жолдарды жөндеуге ерекше назар аударылды. Бұл мақсатқа биыл республикалық және жергілікті бюджет есебінен 16,2 миллиард теңге бөлінді. Барлығы 252 жол жөндеу жобалары іске асырылуда. Жылдың қорытындысымен жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі индикаторлық көрсеткіші 97%-ды құрады. Түрлі медициналық білім беру нысандары, полициялық пункттер, спорттық кешендер мен өзге де ел игілігі үшін ашылған су жаңа нысандар қатары күн санап артып келеді. 10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын құру жоспарына сәйкес биылғы 11 айдың қорытындысымен жоспар 2 есеге асыра орындалып, 12,5 мың жаңа жұмыс орны ашылды. 68.800 адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Оның ішінде 27.200-і жастар. Бұл ретте президент құлағдар болып, үкімет қолдаған қанат қақты тұрғындардың тұрмысын табысын арттыру жобасы жұмыссыздықпен күресте өз жемісін беруде. Қазір ол Жамбыл облысында қарқынды жүргізіліп жатыр. Үкіметте мақұлданған жамбылдық жаңа бастама енді еліміздің өзге өңірлерінде де жүзеге асырылмақ. Жамбыл облысында пилоттық жоба басталғалы 20-дан астам ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылып, 2300-ге жуық жаңа жеке кәсіпкерлік іске қосылған. Бұл шаралар атаулы әлеуметтік көмек алушылардың санын қысқартып,
жаңа тұрақты жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берді. Республикалық бюджеттен бұл мақсатқа 50 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Өз кәсібін ашқысы келетіндер осы бағдарламаның мүмкіндіктерін пайдалана алады. Мемлекет басшысының әкімдерінің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес облыс әкімі Нұржан Нұржігітов әр ауданға барып, ауыл аймақтар алап, жағдайды саралауда, елді мекендердің тұрғындарымен кездесіп, азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Жыл басынан бері облыс бойынша түрлі деңгейдегі әкімдердің 1220-дан астам халықпен кездесу жиыны өтіп, оған 53 мыңнан астам адам қатысты. Кездесулер барысында тұрғындар тарапынан 3 мыңнан аса түрлі сұрақтар мен ұсыныстар айтылды. Бүгінгі күні олардың 1691-і оң шешімін тапса, 764-не түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ әкімдермен жалпы 1220 жеке қабылдау өткізіліп, түрлі сұрақтармен 2200-ден астам азамат қамтылды. Өңірді өркендетіп, ел даму жолындағы жұмыстар бұдан әрі өз жалғасын табады. Ізгілікке толы ілкімді істер берекелі бірлікте, ынтымақты тірлікте нәтижелі болары сөзсіз.